Жаппас ұлы ежелден Бұқпай-Қампардың Қам, Сам, Яфас деген үш ұлы аман есен қалып содан тараған ұрпақ дегендегі Яфасты біздің қазақ Жаппас дейді. Сол Жаппастың атымен осы кезге шейін жалғасып келген 12 ата байұлы, кіші жүздің ішінде 12 ата байұлының бір ұлы. Алтынмен Жаппас деп те қосарланып та келеді. Қызылорда жақтан бәрін қосып алған кезде бұлардың барлығының ұраны болған бұл Баймұрат деген батыр. Бір іске жұмылу, бүкіл халықты жұмылдыру мақсатында немесе соғыста рухтандыру тағы да басқа әдіс тәсілдерге пайдалану мақсатында әрбір руларда ұран болған. Жаппас руының ұраны осы Баймұрат. Байбөрі ұлы Баймұрат деген адам Жаппас руының өкілі. Аса үлкен ерліктер көрсеткендіктен бүкіл Жаппастың бас батыры ретінде ұранға шыққан батыр. Осы батырдан бұрын басқа батырды айтуымыз жөн болмас.